Жауапкершілігі жоқ әке туған ұлын сатып, одан тапқан ақшасына жауынгер робот сатып алды. Әрмен қарай не болатынын «Живая сталь» киношолуынан көретін боламыз. Фильм жақын болашақты көрсетеді. Үлкендердің рингке шығып бір-бірін ұрғаны енді қызық емес. Енді осындай заманда қарапайым адамдардың орнына роботтар бокстасатын болады. Жәрмеңкеге Чарли Кентон келді. Оның сондай көне робота және көптеген қарызы бар. Ал бүгін оны бұқаға қарсы төбелес күтіп тұр. Чарли жеңіске көп ақша тікті. Бұқаның иесі Рикки Чарлиға «Егер мені алдайтын болсаң, мен саған көресіні көрсетемін» дейді. Айқас өте жақсы басталды. Шамасы бұқаның жеңіске деген ешқандай мүмкіндігі жоқ секілді. Бірақ та Чарли көрермендер арасында отырған қызға қырындаймын деп алаңдап қалады. Дәл осы кезде бұқа роботқа шабуыл жасап, оны аренаның ортасында шашып тастады. Енді істің насырға шапқанын білген еркек Риккиге төлейтін ақшасы болмағандықтан қашып кетуді шешті. Бірақ та Чарлиді көне таныстары ұстап алды. Оның бұрынғы әйелі қайтыс болған екен. Енді олардың 11 жасар ұлы Чарли үшін мәселе болып тұр. Кадр сот залына ауысады. Бұл жерде кішкентай бала Макс Кентонды асырап алу сот ісі болып жатыр. Баланы туысқан апасы Тебра асырап алуды армандайды. Ал әкесі Чарлидің баладан құтылғысы келеді. Оның бар ойы жаңа робот сатып алуға ақша табу. Осылайша сот залына келген Чарли Дебра мен оның жолдасына қарап, басына керемет бір ой келді. Бұл жұптар өте бай ауқатты тұрады. Чарли Марвинге әйелін қуантуды ұсынды. Бар болғаны $100,000 беріңдер, және мен баланы асырап алудан бас тартамын дейді. Осылайша екі жақта келісімге келді. Марвин бірнеше айды тасканда баласыз өмір сүргісі келеді. Ал бұл уақыттың ішінде бала Чарлидің қасында болады. $50,000 дәл қазір береді. Ал екінші $50,000 Дебра екеуі баланы алып кетуге келгенде береді. Чарли көне бокс залына келеді. Бұл жер оның құрбысы Бейлиге тиесілі. Әйел техник болып жұмыс жасайды және қарызға белшесінен батқан. Әйел Чарлидің шытырман оқиғасынан шаршаған және оның робобоксты тастағанын қалайды. Алайда Чарлиға әйелдің не ойлайтыны қызық емес. Марвин өзі уәде еткен $50,000 және баланы алып келеді. Сөйтсе, бала өте ақылды екен. Ол әкесінің өзін ақшаға сатып жібергенін бірден түсінді және табыстың бір бөлігін талап етеді. Өкінішке орай Чарлиде мүлдем ақша жоқ. Чарли бүткіл табысын аты аңызға айналған робот Noisy Boy'ды сатып алған. Бұны көргенде бала қатты таң қалды. Ол робобокстың жанкүйері. Чарли баласына Noisy Boy басқа елдерді аралап жүргенде оған дауыстық басқару орнатылғанын айтып мақтанады. Бірақ та робот бұйрықтарға мүлдем жауап бермеді. Әзірге Чарли ашуланып, жоғалтқан ақшасын санап отырғанда, балақай роботтың сауытындағы иероглифтерді байқайды. Ал басқару жүйесін алғаннан кейін ол жапонша бұйрық береді. Мінекей, уайымдайтын ештеңе жоқ. Барлығы да жұмыс жасап тұр. Қатты қуанған Чарли роботты жекпе-жекке шығаруға асықты. Ол балақайға Бейли қарайды деп ойлады. Бірақ та Макс әкесімен бірге барғысы келеді. Бопсалау мен қоқаң-лоқы көрсетудің арқасында Макс Чарлиді өзін ертіп әкетуге көндірді. Чарлидің ақша табуға асыққаны сонша, ол роботпен дұрыстап дайындалмады. Макстың қарсылығына қарамастан, ол роботын мықты қарсыласпен шығаруға келісіп қойды. Төбелес кезінде Чарлидің Noisy Boy'ды басқаруды дұрыстап зерттемегені көрініп тұр. Ол аузына келген атауларды айта берді. Қарсылас аренада Noisy Boy'дың тасталқанын шығарды. Осылайша бұрынғы чемпионнан тек қана темір қалдықтары мен май шалшықтары ғана қалды. Балақай Макс қатты ашулы. Ол әкесіне ренжіп тұр. Өзінің жауапсыздығының кесірінен Чарли өте мықты роботты жерлеп, оны қоқысқа тастай салды. Макс ашулы, өйткені әкесі оны да керек емес қоқыс секілді өмірінен ысырып тастай салған еді. Чарли Noisy Boy'дан дауыспен басқаратын модульді алып, қоқыс жиналған жерге қарай барды. Жерге түскен жарықтардан жасырынып, әкесі мен ұлы қажетті бөлшектерді іздейді. Олар жаңадан робот құрастырып шығармақшы. Чарли кезінде боксер болғанын айтады, бірақ та қазіргі таңда боксты ешкім қарамайды. Көпшілік бұдан да қызық болуын талап етті. Адамдардың жекпе-жекке шығуы оларды қанағаттандырмады. Есесіне үлкен роботтардың жекпе-жегі мүлдем басқа әңгіме. Әкесінің әңгімесін тыңдап, Макс апанның бір шетіне келді және құлап кетеді. Оны балшықтан шығып тұрған роботтың бір қолы құтқарып қалды. Оның күртешесі роботтың қолына ілініп қалған екен. Баласы үшін қатты қорыққан әкесі Максты шығарып, оны алғашқы рет құшақтайды.
бірақ отбасылық махаббат ұзаққа созылмады. Макс роботты қазып алып өзімізбен бірге әкетуіміз керек, өйткені ол менің өмірімді құтқарды дейді. Сонда Чарли ашуланып, сені құтқарған мен, робот емес дейді. Әкесі кетіп қалды, ал ұлы таң атқанша осында қалып, роботты қазып алды. Таңертең Бейлиге жаңа роботты құрастыруды ұсынды. Әйел қатты ашулы және шарасыз күйде. Оның әкесі Чарлидің бапкері болған және барлық мүлкін Чарлидің мансабын дамыту үшін салып жіберген. Ал енді Бейли оның робобоксқа қызығушылығына көмектесуде. Ал қайтарымына не алды? Ештеңе де, айтатын рахметі жоқ. Оның үстіне қарызға тығып тастаған. Әйелдің ойынша Чарли бұл істі доғару керек. Чарли да дәл солай жасаймын дейді. Бірақ та ең соңғы рет көмектесші деп өтінеді. Өйткені балақай роботқа бауыр басып қалды дейді. Егер де Бейли оны тірілтпесе, басқа ешкім оны жасай алмайды. Бейли көмектесуге келісті. Робот өте ескі, бір қарағанда мүлдем іске қосылмайтын секілді. Бірақ та кенеттен оның электронды түрі оянды. Сөйтсе робот Макстың қимылын қайталап тұр екен. Бұл функция көлеңке деп аталады. Бұндай функция қазіргі таңда жоқтың қасы. Макс роботты жуындырады және оның кеудесінен атом деген жазуды көреді. Бұл оның есімі. Бала роботқа төбелес ұйымдастырыңдар деп талап етеді. Алайда үлкендерге бұл жоспар ұнамады. Роботтың бұл түрі спарринг жасауға арналған. Ол соққыларды көтереді, бірақ та төбелесе алмайды. Макс айтқанынан қайтпайды. Ол сонда да төбелестіргісі келеді. Әзірге Чарли лайықты қарсылас іздеп жатқанда, Бейли Макске әкесінің рингте қандай мықты жауынгер болғанын айтады. Десек те оның уақыты өтіп кетті. Чарли мен Макс Атлантаға жол тартты. Олар чемпионат өтіп жатқан аренаға тап болды. Олар мұнда аты аңызға айналған робобокстағы чемпион Зевсті өз көздерімен көреді. Макс өте қуанышты. Ол өзінің кумирімен жолықты. Есесіне Чарлиде бүгін сәтсіз күн. Одан барлығы бас тартады. Енді зообақта жекпе-жек ұйымдастыруға тура келді. Ең төменгі деңгейдегі жер асты аренасында. Макс түнімен ұйықтамады. Көлеңке функциясы арқылы роботқа командалар орнатады. Зообақта Макс саудаласып бәске түседі. Егер де менің роботым құрығанда бір раунд шыдап берсе, $1000 аламын дейді. Ал бір раундтың ішінде жеңілетін болсам, менің роботымды алып кете бер дейді. Жекпе-жек қорқынышты басталды. Балаға тәжірибе жеткіліксіз десек те, көне темір қалдығы соққыны өте жақсы көтереді екен. Атом бірінші раундқа берілмегені былай тұрсын, ол екінші раундқа да шықты. Бірақ та жеңуге деген мүмкіндігі өте аз. Алайда қарсыласы да жекпе-жектің ортасында өздігінен қирап қалатын көне темір екен. Жаңадан келгеннің белсенділігін байқаған тобыр арасындағы еркек тағы да жекпе-жек ұйымдастыруын сұрайды. Макс жаттығуға кірісіп кетті. Атомды басқару оңай болу үшін Noisy Boy'дың дауыспен басқару функциясын енгізеді. Бір күні бокстан шаршап, Макс билей бастады. Робот қайталайды. Ал олардың биін Чарли тамашалауда. Ол ұлына биді өздерінің фишкасы ретінде қолдану керектігін айтады. Өйткені көпшілік осындай нәрселерді жақсы көреді. Макс бұл ақмақтық секілді көрінер деп қорқады. Чарли айтқаннан қайтпайды. Макс келіседі. Бірақ та бір шарты бар. Әкесі тәжірибесімен бөлісіп, роботты жаттықтыруы керек. Чарли жаттықтыруға кірісті. Атомның аты шығып, оның биі жайында халық айта бастады. Ол жеңіске жетіп жүр және ақша көптеп келе бастады. Әкесі мен ұлы бір-біріне бауыр басып келе жатыр. Күтпеген жерден Атомға Американың ең басты аренасына жекпе-жекке шығуға ұсыныс түсті. Бұл жерде тіпті Зевстің өзі өнер көрсетеді. Жекпе-жек алдында Макс пен Чарли да миллиардерша және Зевстің қожайыны Фара Ленкова шай ішуге шақырады. Бұл жерден Макс Зевсті құрастырып шығарған Така Машидоны да кезіктіреді. Фадра әке мен балаға атомды маған сатыңдар деп ұсыныс тастайды. Өйткені Зевске спарринг серіктес керек. Чарли келісетінін айтып қуанады. Бірақ та Макс үзілді-кесілді қарсы. Ол атомды жақсы көреді. Чарли өздерін мықты қарсылас күтіп тұрғанын ескертеді. Және жарты сағаттан кейін жақсы көретін ешкімді де таппай қаласың дейді. Аренада атомға қарсы екі басы бар тұтас топ басқаратын робот ортаға шықты. Ескірген атомның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Әлде бар ма? Чарли қарсыластың ақауын байқады және оның іс-қимылдарын аңғарып, жеңіске жетті. Осы сәтті пайдаланып Макс жүргізушіден микрофонды алып, әйгілі Фадра Ленкованың өзін, яғни Зевсті жекпе-жекке шақырады. Жекпе-жектен кейін Чарлиге қарызы бар екенін есіне түсіреді. Рикке бұқасымен шайқастан кейін Чарлидің қашып кеткенін кешірмеген екен. Және ол достарымен бірге Чарлиді баласының көзінше соққыға жығып тастады. Келесі күні таяқ жеген Чарли Максты керемет ғимаратқа әкелді.
Макс Фара Ленковамен кездесеміз деп ойлады. Ал шынына келетін болсақ, баланы туысқан әпкесі Дебраға әкелген. Кешегі төбелестен кейін Чарли ұлының қасында болғаны өте қауіпті екенін түсінді. Дебраның жолдасы Чарлиге келісілген $50,000 бергелі жатыр. Бірақ та Чарли ақшаны алудан бас тартты. Ол Макспен сөйлесуге тырысады, алайда баланың көңілі қатты қалған. Макстың жалғыз қалауы әкесінің өзін біреуге бере салмай, ұлы үшін соңына дейін күрескені. Чарли баласынан ажырағанын ауыр қабылдады. Жалғыздықтан қиналып, Бейлиге қайта оралды. Сонда әйел, сен өте жаман әке болдың, бірақ та барлығын түзетуге әлі де кеш емес дейді. Бейлидің сөзіне жігерленген Чарли оны сүйіп кетіп қалды. Дебра әпкенің үйіне келгенде, Максты бір кешке босатыңызшы деп рұқсат сұрайды. Фара Ленкова жекпе-жекке келісіпті. Демек олардың әлі аяқталмаған бір ісі бар. Нью-Йоркта бұрын соңды болмаған жаңалық. Чемпиондық белдікке таласатын жекпе-жек. Әйгілі Зевс пен жаңадан келген Атомның арасында. Зевсті құрастырушы Така өте ашулы. Өйткені Зевстің бұл жекпе-жекке шығуының өзі масқара болып табылады. Бірақ та жекпе-жектен бас тарту чемпионның беделіне нұқсан келтіреді. Рикки мысқылдап күледі. Ол $100,000 Атом бірінші раундта жеңіледі деп бәс тікті. Шайқас басталды. Зевс Атомды аямастан соққыға жықты. Бірақ та Атом әрдайым орнынан тұруға күш табады. Зевс Атомды рингтің бұрышына әкелді. Ол Атомның шаруасын бітіретін соққысын жасайын деп жатқанда қоңырау шырылдады. Рикки ұтылғанын түсінді. Ол қашып кетуге тырысуда, бірақ та қаша алмады. Ол да дұрыс, өзінің жазасын алсын. Раунд ізінен раунд өтіп жатыр. Көрермендер таң қалуда. Жекпе-жектің соңына таман Атомның дауыспен басқару функциясы бұзылып қалды. Чарли шарасыз күйде. Атом дауыстық командаларды естімейді. Сонда Макс тығырықтан шығатын жолды айтты. Иә, Атом естімейді, бірақ та оның көзі көреді. Соңғы раундта Чарли көлеңке функциясын пайдаланады. Ол бокстасады, ал Атом оның қимылдарын қайталайды. Зевсті құрастырған Така ашуланғаннан басқару пультіндегі адамды қуып, оның орнына өзі отырды. Сыртынан қарағанда Зевс Атомды қирататын секілді. Алайда шын мәнінде Чарли Зевске қарсы тұзақ құрып қойған. Зевстің қуат көзі таусылайын деп жатқанда, Чарли керемет соққыларын көрсетіп, Зевсті құлатуға да өте аз қалды. Екі қарсылас та аяқпен тұр. Демек жеңімпазды төрешілер анықтайды. Ұпайлар бойынша Зевс ең аз айырмашылықпен жеңіске жетеді. Иә, Зевс чемпиондық белдігін сақтап қалды. Бірақ та Ленкова мен Така үшін бұл масқара жеңіліспен тең. Өйткені халықтың чемпионы ретінде Атомды жариялайды. Әкесі мен ұлы бір-біріне бауыр басып қалғанын мойындайды. Сол үшін де кішкентай көне роботқа алғысымызды айтамыз. Достар, қысқаша кино шолуымыз ұнады ма? Олай болса арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Ал келесі бейнелерімізді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болайық, достар.